Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 73-ші сабақ түбір мен қосымша. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Түбір мен қосымша. Біз бұл тақырыптан түбір мен қосымшаны ажырата алуды үйренеміз. Және де мәтін мазмұны бойынша сұрақтар құрастырамыз. 36-шы жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Менің інім компьютерге әуестеніп алды. Достарымен футбол ойнауды қойды. Мен інім үшін қатты алаңдадым. Өйткені компьютерде үнемі ойнау зиянды. Інімді далада ойнатудың бір амалын таптым. Екеуміз далаға шығып спортпен айналысамыз. Енді ол компьютерге емес, даладағы ойындарға қызыға бастады. Қазір біз ауладағы балаларды жинап футбол командасын құрдық. Інім сол команданың капитаны болып сайланды. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақтар қойыңдар. Мәтінге ат қой. Компьютердің пайдасы мен зияны тақырыбында топта талқылауға қатыс. Бұл мәтінге пайдалы ойын деп ат қоюға болады. Ал енді компьютердің пайдасы мен зияны туралы айта кетейік. Компьютердің пайдасы ақпаратты табуға көмектеседі. Оқу үшін пайдалануға болады. Және де достармен сөйлесуге болады. Ал зиянына келетін болсақ, көп қарауға болмайды, өйткені көзді ауыртады. Ұзақ отыру денсаулыққа зиян келтіреді. Келесі 37-ші жаттығу. Суреттегілерге қосымша жалғап, екінші бағандағы сөздермен байланыстырып жаз. Бұнда бізге шана, парашют, су, яғни бассейн, және де доп ойнап жатқан баланың суреттері берілген. Ал екінші бағандағы сөздер сырғана, секір, шомыл және ойна. Енді осыған қосымшаларды жалғап, сөздерді бір-бірімен байланыстырайық. Бірінші, шанамен сырғана, парашютпен секір, суға шомыл, доппен ойна. Осылай қатесіз дәптерге әдемілеп жазып аламыз. Келесі 38-ші жаттығу. Жаңылтпашты жатқа жаз. Дойбышыны дойбышы ұтты, ұтқан ұтып, ұтылған ұтылып, ойын бітті. Қарамен жазылған сөздердің түбірі мен қосымшасын ажырат. Қарамен берілген сөздер дойбышыны дойбышы. Енді осылардың түбірі мен қосымшасын ажыратайық. Дойбышыны сөзінде түбірі дойбы, шыны деген қосымша. Ал дойбышы деген сөзде түбірі дойбы, шы деген қосымша. Келесі шығармашылық үзіліс. 39-шы жаттығу. Ойлан тап. Жүгіру жарысынан Әнуар, Мағжан, Талғат 3 орынды алды. Мағжан 2-ші орын алмаса, Әнуар 1-ші орын алмаса, ал Талғат 3-ші орын алмаса, кім қандай орын алды? Мұнда Мағжан 1-ші орын алады, Талғат 2-ші орын, ал Әнуар 3-ші орын алады.